Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ант беру рәсімі басталады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев.
Касым-Жомарт Токаев – выпускник Московского государственного института международных отношений, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. В годы становления независимости возглавлял внешнеполитическое ведомство страны. Был вице-премьер-министром и премьер-министром Казахстана, председателем Сената. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің төрағасы Қайрат Абдразақұлы Мәми. Құрметті депутаттар мен шақырылғандар, тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің конституциялық құқығын және де тарихи миссиясын толықтай іске асырып, Қазақстан Республикасының президенті өкілеттігін өз еркімен тоқтатты. Бұндай жағдайда Қазақстан Республикасы Конституциясының 48 бабының 1 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы президентінің өкілеттігі қалған мерзімге парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа көшеді. Қазақстан Республикасы Конституциясының 42 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан халқына ант берген сәтінен бастап қызметіне кіріседі. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Мәжітұлы Имашев. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 48 бабына сәйкес сізге президент куәлігін, омыруға тағатын белгісін, байрағын және алтын қарам орденін тапсыруға рұқсат етіңіз.
Военнослужащие Республиканской гвардии вместе с государственным флагом устанавливают штандарт президента. Стандарт является официальным знаком отличия высшего должностного лица государства. Положа правую руку на Конституцию, глава государства принес присягу. В клятве говорится о том, что президент будет добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности и служить народу, соблюдая Конституцию и законы. Мемлекет башысы Конституцияға оң қолын қойып тұрып ант берді. Антта президент Қазақстан Республикасының Конституциясын Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Аса қадірлі елбасы, құрметті парламент депутаттары, үкімет мүшелері, құрметті отандастар. Кеше Наурыздың 19 күні барша әлем жұртшылығы аса маңызды тарихи оқиғаға куә болды. Қазақ мемлекеттілігінің негізін қалаушы ұлы тұлға Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз еркімен мемлекет басшысы өкілеттігін тапсырды. Елбасының бұл жігерлі шешімі оның жаһандық деңгейдегі және тарихи ауқымдағы саяси қайраткер ретінде ұлылығын көрсетті. Это решение продиктовано соображениями высшего порядка, истинной заботой о будущем нашего государства. Біздің қол жеткізген жетістіктеріміз ең алдымен Қазақстан Республикасының киелі тәуелсіздігі тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қажырлы еңбегінің арқасында мүмкін болды. Елбасы Кеңес одағының күйреген қалдықтары ғана қалған аса күрделі геосаяси жағдайда жаңа мемлекеттің іргесін қалады және оның көшін бастады. Көптеген теріс болжамдарға қарамастан мемлекетті барша әлем мойындаған табыстарға жеткізді. Дүниежүзі картасында қарқынды даму, демократия, келісім мен бейбіт өмірдің шынайы символына айналған мемлекет пайда болды. Елбасы Қазақстанның тарихында тұңғыш рет жаңа мемлекеттік институттардың негізін салды. Олардың қатарында президенттік институт, қос палаталы парламент, мемлекеттік қызмет, қарулы күштер, дипломатиялық қызмет, сондай-ақ азаматтық қоғам институттары бар. 1995 жылы ата заңымыз қабылданды. Конституцияға енгізілген мазмұнды өзгертулер бас құжатымызға шын мәнінде демократиялық сипат берді. Елбасының басшылығымен Қазақстанда экономиканы жаңғыртуға бағытталған реформалар жоспарлы түрде жүзеге асырылды. Сонымен қатар мемлекеттің саяси жүйесі салмақты өзгерістерге ұшырады. Құрылымдық реформалар мемлекет дамуының басты қозғаушы күшіне айналды. Елбасының қолы астында ұзақ жылдар бойы қызмет еткен адам ретінде нық сеніммен айтарым, президент өзінің еңбек жолын халқымыздың жағдайын жақсарту үшін биік мақсатқа арнаған бірден бір тұлға болып табылады.
Нурсултан Абишевич Назарбаев уже вошел в мировую историю как выдающийся реформатор. Он сумел трансформировать Казахстан в современное передовое государство, вошедшее в группу 50 наиболее конкурентоспособных развитых стран мира. Его экономические и политические реформы стали символом мудрой государственной политики. Поэтому зарубежные эксперты называют реформы Елбасы как казахстанский путь или казахстанская модель. Реформы Елбасы вывели Казахстан на траекторию устойчивого развития. Республика Казахстан по всем экономическим показателям стала лидером Центральноазиатского региона, заняла передовые позиции в постсоветском пространстве. Казахстан сумел аккумулировать в национальном фонде крупные финансовые ресурсы, что позволяет правительствам решать первоочередные задачи социально-экономического характера в кризисных ситуациях. Елбасы взял курс на привлечение инвестиций в экономику, поэтому Казахстан является лидером всего постсоциалистического пространства, включая Центральную Европу, по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения. В нашу страну поступило более 300 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Нурсултан Абишұлы Назарбаев тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап халықтың әлеуметтік ахуалын көтеруге бағытталған нарықтық экономикасы бар қуатты егемен мемлекет құру ісіне білек сыбана кірісті. Тайғақ кешкен осы қилы жолда теңдессіз табыстарға қол жеткізді. Елбасының әр жолдауы, әсіресе 2018 жылдың наурыз айындағы және қазан айындағы үндеуінің негізгі бағыттары, сондай-ақ Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде сөйлеген сөзі халықтың қамын көздеген шынайы жанашырлықтың айғағы болып табылады. Бұл құжаттарда ел азаматтарына әлеуметтік қолдау көрсетудің шетел мемлекеттерінде баламасы жоқ бірегей шаралары көрініс тапқан. Наше государство стало территорией гармонии, согласия, толерантности между всеми народами и религиозными конфессиями. Прочный мир, национальное единство в 9-м мире по территории страны является важнейшим фактором обеспечения международной стабильности и безопасности. Еще на заре независимости был создан уникальный институт Ассамблеи народа Казахстана. Исторический синтез на перекрестке мировых религий, языков, культур и традиций сформировал в Казахстане общество, в котором мир и согласие стали неотъемлемой частью нашей политической культуры. Разработанная Елбасы модель мира и общественного согласия получила мировое признание как эталон гармоничного развития общества. Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткізген табыстар Қазақстан халқының ортақ тарихи тағдыры мәңгілік ел тұжырымдамасында айқын көрсетіледі. Бұл құжаттың өзегінде баршаға ортақ мақсат, ортақ мүдде, халқымыздың ортақ келешегі үлесін тапқан. Елбасының ұсынысымен ұлт бірлігін нығайту жолында қуаты күшке айналған мәңгілік ел патриоттық актісі қабылданды. Тәуелсіздік жылдары ішінде ұлттық идеяларға және туған жердің қасиетті топырағына адал, отанға деген шынайы сүйіспеншілік рухында тәрбиеленген жас азаматтардың тұтас бір буыны қалыптасты. Бұл орайда елбасы жүзеге асырған жастар саясаты мазмұны бірегей, рухани жаңғыру және ұлы даланың 7 қыры мақалалары айрықша оң ықпал етті. Елбасының табанды еңбегінің арқасында халқымыз толғау 90 тауқыметі мол тарихында өзін тұңғыш рет туған жердің заңды иесі сезінді. Баршамыздың жүрегімізді отан үшін мақтаныш сезімі
кернеді. Қазақстан 2050 стратегиясы, нұрлы жол, жаңа экономикалық саясаты, 100 нақты қадам ұлт жоспары елімізді жаңғыртуға, Қазақстанның экономикалық әлеуетін одан әрі нығайтуға бағытталған. Бұл халықаралық аренадағы тұрақсыздық пен дағдарыстар ахуалында аса маңызды екені ақиқат. Қазіргі Қазақстан бұл нарықтық экономикасы бар, демократиялық, зайырлы мемлекет. Елімізде жекеменшік институты орнықты қалыптасқан, орта таптың жағдайы және кәсіпкерлік қарқынды даму үстінде барлық өзекті әлеуметтік экономикалық мәселелер уақытылы шешімін табуда. Несмотря на финансово-экономические кризисы на международных рынках, в Казахстане успешно продолжается процесс реформ и модернизации экономики. Последовательно укрепляется индустриальная мощь, внедряются научные разработки в производство, осуществляется цифровизация экономики и общественной жизни. В нашей стране реализуются программы «Дорожная карта бизнеса», «Агробизнес», программа занятости. На очереди дня завершение стратегически важных инфраструктурных проектов, программа «Нұрлы жол», Западный Китай, Западная Европа, Транскаспийский международный транспортный маршрут. Казахстан, по сути, превращается в транспортно-логистический хаб глобального значения, что значительно усилит его экономический потенциал. Казахстан занял достойное место и в мировом образовательном процессе. Наша страна находится в первой трети мирового списка индекса человеческого развития по уровню грамотности взрослых. Казахстан вошел в группу стран с высоким уровнем человеческого развития. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің арқасында болашақ бағдарламасы жүзеге асырылуда. Әлеуетті айрықша Назарбаев университеті құрылды. Барлық облыс орталықтарында зияткерлік мектептер ашылды. Еліміздің барлық өңірлерінде қазіргі заманның талаптарына сай заманауи мектептер салынды. Мыңдаған азаматтарымыз шетелде және ел ішінде сапалы жоғары білім алу мүмкіндігіне ие болды. Важными факторами экономического и социального прогресса Казахстана стали здоровье нации, развитие сферы здравоохранения и формирование здорового образа жизни. Достигнуты положительные показатели здоровья населения, продолжительности жизни людей, уровня рождаемости. Все это признано Всемирной организацией здравоохранения ООН. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен іске асырылған мәдени мұра бағдарламасы Қазақстан мәдениетінің даму қарқынына мықты серпін берді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, тамғалы ескерткіштері және басқа да тарихи нысандардың ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұраларының тізіміне енуі халқымыз үшін ерекше маңызға ие оқиға болды. Жаңа елордамыздың бой көтеруінде тұңғыш президентіміздің рөлі айрықша зор. Астананың құрылысы елбасының тарихи ерлігі болып табылады. Бас қаламыз тәуелсіз еліміздің шынайы бет бейнесіне, халқымыздың мақтанышына айналды. Елорда жаңа мемлекеттің идеологиясы ретінде киелі ұғымға ие болды. Еліміздің астанасы шын мәнінде өткеннің құндылықтарын дәріптей отырып, күллі әлемге Қазақстанның жаңа бейнесін паш етті. Астана саммиттер және басқа да маңызды халықаралық кездесулер өтетін ірі орталыққа айналды. 2017 жылы елордада болашақ энергиясы инновациялық тақырыбымен экспо көрмесі өтті. Историческая заслуга Елбасы состоит также в том, что Казахстан впервые в своей национальной истории обрел юридически зафиксированную международными соглашениями государственную границу. Теперь это граница добрососедства и сотрудничества, что исключительно важно в современных геополитических реалиях. Нурсултан Абишевич Назарбаев признан во всем мире
как инициатор создания Евразийского экономического союза, как убежденный сторонник евразийской интеграции. Он стоял у истоков таких авторитетных международных организаций, как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Благодаря Елбасы в Астане состоялся исторический саммит ОБСЕ. На регулярной основе проводятся съезды мировых и традиционных религий, многие другие международные форумы. Казахстан стал авторитетным, влиятельным участником глобальных миротворческих процессов. Был избран в Совет Безопасности ООН. Получил мировое признание как лидер глобального движения за ядерное нераспространение и разоружение, а также как беспристрастный посредник в межрелигиозном диалоге. Біз қазіргі және келешек ұрпақ өкілдері елбасының саяси мұрасын жадымыздан шығармай қадір тұтуымыз керек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарихи еңбегіне лайықты құрмет көрсетуіміз қажет. Елбасының халқымызға және әлем қауымдастығына сіңірген тарихи қызметінің алыптығы соншалық, біз оны ұлы есімін мәңгілік есте сақтауға бар күш-жігерімізді салуымыз керек. Бұл халқымызды, әсіресе жастарды тарихқа құрметпен қарауға тәрбиелеу үшін және елбасының даңқты қызметін әділ бағалау үшін маңызды. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться Нур-Султан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями, депутатами парламента в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан. Далее предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстан в столице нашего государства. Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева. Думаю, все согласятся, что Елбасы достоин награждения высшими званиями нашего государства. Халық қаһарманы, еңбек ері.
как бывший председатель Сената парламента, считаю необходимым предоставить Елбасы статус почетного сенатора. Все портреты и фотографии с изображением первого президента Елбасы останутся в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений. Хотел бы также добавить, что вся жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в соответствии с законом о первом президенте, лидере нации и другими законодательными актами. За Елбасы сохраняется вся служебная инфраструктура. При этом нужно исходить из того, что согласно принятым парламентом законам Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы, отцом народа. Как вы знаете, Нурсултан Абишевич Назарбаев является председателем Совета Безопасности, а также председателем партии Нур-Отан, председателем Ассамблеи народа, членом Конституционного совета. Авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера. Таким образом, мы осуществляем передачу власти в спокойной, неконфликтной ситуации, что является мощным фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного авторитета Казахстана. В этом еще одно проявление высокой политической культуры нашего народа, его исключительной мудрости. Это также хороший пример для будущих поколений. Бүгін осы жоғары мінберден өзімнің саяси ұстазым Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа әлемдік дамудың күрделі кезеңінде ел президенті ретінде мемлекетті басқаруға артқан зор сенімі үшін шын жүректен алғыс айтамын. Полностью осознавая весь масштаб ответственности предстоящей миссии, планируя направить свои знания и опыт на всемирное обеспечение преемственности стратегического курса Елбасы. Баршамызға ортақ мақсат Елбасының басты саяси және тарихи мұрасы мемлекетіміздің тәуелсіздігін сақтау және нығайту болып табылады. Добровольно сложив в себя полномочия президента, Нурсултан Абишевич Назарбаев вновь показал всему миру свою государственную мудрость как великий политик, приверженный демократическим ценностям. Именно в этом качестве он вошел в отечественную и мировую историю. В этот важный момент развития нашего государства все общество должно сплотиться вокруг идеи дальнейшего строительства процветающего демократического Казахстана.
Алдымызда отанымыздың болашағы үшін атқаратын ауқымды және күрделі жұмыс тұр. Барлық күш-жігерімді, білімімді ел игілігіне жұмсауды, халқымызға адал қызмет етуді өзіме міндет деп есептеймін. Благодарю присутствующих в этом зале депутатов, членов правительства, государственных служащих, представителей общественности, средств массовой информации, дипломатический корпус за понимание и поддержку. Аса қадірлі елбасы, құрметті жиналған қауым, менің Қазақстан Республикасы президентінің қызметіндегі бірінші шешімім Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы конституциялық заңға және мемлекеттік наградалар туралы заңына сәйкес тәуелсіз Қазақстанды орнатудағы тарихи үлесі, экономикалық және әлеуметтік гуманитарлық дамытудағы Қазақстандық қоғамды топтастырудағы аса үздік еңбегі үшін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз орденін тапсыра отырып, халық қаһарманы атағын беремін. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз және халық қаһарманы атағын берді. Глава государства вручает первому президенту Республики Казахстан, елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, знак особого отличия алтын жұлдыз, золотую звезду, орден Отан, а также звание халық қаһарманы. Қадірлі көрермен қауым, осымен Қазақстан Республикасы президентінде өткен Қазақстан Республикасы парламентінде өткен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев толықтау рәсімінен тікелей көрсетілімді аяқтаймыз. Осынау жауапты кезеңде еліміз бірлігінен айнымай, болашаққа сеніммен қадам бассын. Елбасы халқымызбен, ал барша қазақстандықтар елбасымен қашанда бірге.